Алматы қаласы Наурызбай ауданына қарасты нөмірі 207 мектеп лицейде республика күніне арналған «Қыран елім Қазақстан» атты тағылымды шара өтті. Іс-шара балалар кітапханасы жобасы аясында ұйымдастырылып, ел болашағы, жас ұрпақтың бойына отансүйгіштік пен рухани адамгершілік құндылықтарды сіңіруге бағытталды. Үлкен көрме ұйымдастырылып отыр. Көрменің мақсаты оқушыларды отансүйгіштікке, елжандылыққа, ұлтжандылыққа тәрбиелеу, республика күніне орай мерекелік көңіл күй сыйлау. Шараның негізгі мақсаты адалдықты өмірлік қағида еткен, әділдік пен шындықты ту еткен тұлға тәрбиелеу, сондай-ақ оқушылардың ұлттық және жалпы адамзатты құндылықтарды құрметтеуіне ықпал ету. Қазақстан Республикасының ұлттық мерекесі, республика күні баршамызға құтты болсын дегім келеді. Еліміздің тәуелсіздігінің тірегі болған, негізі болған декларация бүгінгі күні 35 жыл толып отыр. Ел тұрақтылығы, тәуелсіздігі дами берсін. Қазақстан Республикасының болашағы жарқын, біздің педагогтардың міндеті ел болашағын тәрбиелеп, ел болашағына сапалы білім, саналы тәрбие беруде әрбір оқушының өзінің отанына деген, еліне деген сүйіспеншілігі, тәуелсіз еліміздің дамуына үлкен үлес қосуына еңбек ету біздің үлкен міндетіміз. Бағдарлама барысында оқушылар еліміздің туын, елтаңбасын, әнұранын таныстырып, Қазақстан тарихы мен тәуелсіздік жетістіктер туралы әсерлі өлеңдер мен көріністер ұсынды. «Қыран елім Қазақстан» атты іс-шара жас буынның елге деген сүйіспеншілігін арттырып, отанға деген құрмет пен бірлік идеясын дәріптеді. Кітапханада «Қыран елім Қазақстан» атты кітап көрмесі ұйымдастырылған. Бұл көрмеде сол еліміздің дамып келе жатқан елордаға байланысты кітаптар, мағлұматтар Қазақстан жайлы көруге болады, таныс білуге. Сонымен қатар бұл іс-шарада «Қыран елім Қазақстан» атты осы мерекелік іс-шарада барысында келіп отырған көрермендер және де осы мектеп оқушылардың рухани байлық алып, жаңа ілім алып, білім алып, өздерінің осы отанға деген сүйіспеншілік сезімдері оянды деген сенімдеміз. Мектеп ұжымы мұндай тәрбиелік бағыттағы жобалардың оқушылардың тұлғалық дамуына және елжандылық қасиеттерін қалыптастыруға зор ықпал ететінін атап өтті. Алдағы уақыттарда осындай игі бастамаларды жандандыра бермек ниетте.